қаласы орталық кітапханасының оқырманымын. Бос уақытымда кітап оқимын. Менің атым Қожа атты Соқпақбаевтың кітабын оқып жатырмын. Кітап өте қызықты. Мен жазғы демалысымды тиімді өткізіп жүрмін. Мысалы, қала кітапханасынан Антуан де Сенттің «Кішкентай ханзада» атты кітабын оқып жүрмін. Сіздер де жазғы уақыттарыңызды тиімді әрі пайдалы өткізіңіздер. Мен жазғы демалысымды тиімді пайдаланып жатырмын. Тиімді пайдалану жолында өзіме ұнайтын кітаптарды оқып жатырмын. Бұл кітаптар омыртқа остеохондросы, Қайшыбаевтың Тайбағаевтың құлақ және мұрын аурулары, және де Мейірбике ісінің негіздері Мұратбекованың кітаптарын оқып жатырмын. Бұл кітаптарды оқыған өзіме қатты ұнайды. Бұл кітаптар маған тиімді және де керек мәліметтерді береді. Сіздерге де бос уақыттарыңызда кітап оқығанға кеңес беремін. Сәлеметсіздер ме? Қазіргі карантиндік жағдайға байланысты үйде отырып уақытыңыз бос өтпес үшін кітап оқуға кеңес беремін. Менің өзіме кітап оқыған ұнайды. Және де әртүрлі жанрлардағы кітаптарды оқимын. Менің соңғы оқыған кітабым Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» атты романы. Бұл кітаптан алған әсерім өте керемет. Бұл кітап Ұлы Отан соғысынан кейінгі студент жастардың өмірінен алынған жайлы жазылған. Егер де бұл кітаптың жалғасын білгілеріңіз келсе, осы кітапты алып оқып көріңіздер.